Құрметті блог қонақтары, сіздерді ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтағым келеді. Жалпы бұл күні барлығы бір-біріне қонаққа барып, жаңа жылдың жаңа жоспарларын айтып, бір-бірімен жақсылықпен бөлісіп, бір көңіл күйін көтереді. Мен ойымша осы әрқайсымыз достарымыз іздейміз. Ал енді бүгінгі интернет арқылы біз достарымыз көбейді. Facebook арқылы, Twitter арқылы, Мой мир арқылы, мысалы, менде де достарым өте көп. Сол себептен барлықтарыңызды бөлек құттықтағым келіп отыр. Жаңа жылда бірге болайық, жаңа жылда байланыс тұрайық, жаңа жылда бір-бірімізге бір жақсы бір қуаныштарды жеткізейік. Мен ойымша қазақта бір жақсы сөз бар ғой, алтау ала болса ауызда кетеді. Сол себептен ала болмайық, бірге болайық, түгел болайық. Түгел болсақ, үлкен төбелеген мақсаттарға жете берейік. Сіздермен барлық кезінде байланысуға дайынмын. Сіздерге ырзашылығын білдіргім келеді. Осы өткен жылы көп ақпаратпен бөлістіңіздер, қолдап жаттыңыздар, қоштап жаттыңыздар, өз білетіндеріңізді айтып жаттыңыздар. Бүгін сіздерге осы алғыс айтуым бір негізі, сіздер арқылы жаңа ақпараттарды көп білемін, және сол арқылы жақсы идеялар айтуға, жақсы шешімдер жасауға мүмкіншілігім болады. Сол себептен алдағы уақытта осы дәстүрді жалғастырайық. Сіздерді шын көңілмен құттықтап жатқан мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов.